Salamat studentler. Selamat апай. Sağ olun. Ders kurallarını açarız. Күнжайсында жазамыз. Бүгін тақырыпта және үйге берген тақырыпта қайта студенттер енді өткен тақырыпта қайталау мақсатында қазір мен сіздерге бірнеше сұрақтар беремін. Орнынан тұрып қол көтеріп жауап беретін боламыз. Бұл тапсырмада 20 қысқартылған сұрақтар бастырылған. Яғни біз мұнайды жинау дайындау қондырғылар өткен кезде тақырыптардың атын қысқартылып айтқан боламыз. Сол тақырыптардың сіздер толықтай ашылып оқуын айтуларыңыз керек. Енді майдеден бастайық. Қайсы таңдайсың айтың? Онан қалай? Мөз дегенді нені білдіреді? Мұнай өңдеу зауыты. Ары қарай абзал. Атоп дегенді нені білдіреді? Автоматты топтық. Автоматты топтық. Өңдеу құрылысы. Өңдеу құрылысы. Ары қарай Рустам. Жеті. Сақ дегенді нені білдіреді? Соңғы. Аяқлық қондырғысы. Ары қарай Арман. Үш. Көз дегенді нені білдіреді? Газ өңдеу зауыты. Газ өңдеу зауыты. Әділ айта ғой. Енді келесі тапсырмамыз бұл жерде сұрақтар берілген сіздерге және 3 жауап берілген. Бірінші сұрақ Саттархан. Топтың өлшеу қондырғысы қайсы? Спутник. Дұрыс жауап болса, жасыл күш жанады, қызыл күш жанса, яғни жауапты тиімділік. Келесі кім жауап береді? Мәди. Коллективте деген не білдіреді? Су немесе мұнай тамшыларының ортақ бір бас тамшылар болды. Жауап. Ары қарай. Табиғи газда кездесетін қанға ұқсас марғұл түсті қатты кристалдар. Дамир айтады. Ары қарай. Блокты автоматтандырылған пеш қайсы екенін жауап. Не тас болады? ПТБ. Жауап. Студенттер, енді ары қарай өткен тақырыпта қайталау мақсатында біз Learning Apps деген электронды программаға кіріп тапсырма орындайтын боламыз. Ол үшін мына QR кодпен барлығын кірдіңіздер ғой. Енді ұялы телефондарыңызды қолдарыңызға алып Learning Apps программасын ашып, Моя классная комната деген тетікті баса қойып. Басқан кезде сіздерге 3 тапсырма берілген. Бірінші суреттерді табу, екіншісі резервуардың құрылысы бар және миллион деген арнайы тапсырма бар. Соның бірінші тапсырмасын аша алыңыздар, яғни суреттердің құрылысын табу. Барлығын ашамыз. Сол бірінші тапсырманы ашамыз. Ашқан кезде сіздерге суреттер берілген және сөздер берілген. Сол суреттің тұсына сөзді қолмен жылжытып апарып, жабдықтың атауын жазған қолданады. Яғни бұл миллион күнге бұйырады деген тапсырма білесіздер, сол сияқты тапсырма дәл. Сіздерге 6 сұрақ берілген, әр этаптан сұрақ берілген, 4 жауап берілген, дұрыс жауапты таңдау арқылы тапсырманы орындайсыздар. Одан кейін келесі 3-ші тапсырма резервуардың құрылысы берілген. Резервуардың 16 құрылысын өттік қоя, бәріңіз білесіздер. Әр құрылысының қасында қызыл тетікпен белгі беріліп тұр. Соның үстіне басқан кезде үлкейтіледі. Әрбір қондырғының атауын астында көрсетілген кестеден тауып, қасына құтысына апарып орнатасыздар.
резервуарды жөндеу жұмыстарымен және резервуарды тазалау жұмыстарымен танысқан болатынбыз. Енді ары қарай біз резервуарды сынау жұмыстарымен танысатын боламыз. Яғни іске қоспас бұрын резервуарды бірінші біз сынақтан өткізіп аламыз. Алдыңғы сабақта айтқандай біз немен толтырамыз резервуардың ішін? Монтаж жасап болғаннан кейін. Сумен толтырып, яғни гидравликалық сынақтан өткіземіз. Сол қабырғасын, резервуардың шатырын, төбесін, әрқайсысын сынақтан өткізіп, іске қоспас бұрын бірінші резервуардың нәтижесінде монтаж құрастыру жұмыстары жүріп жатыр. Құрастырып болғаннан кейін алдыңғы сабақта айттық қой, рулонды дайындама арқылы бірінші астын, яғни фундаменті астын дайындап алады. Одан кейін рулонды дайындамамен қабырғасын, одан кейін шатырын дайындайды. Енді осы резервуарды құрастырып болғаннан кейін міндетті түрде сыртқы тексеру жүргіземіз резервуардың және оның қабырғасы мен шатырын сынақтан өткіземіз. Сынақ жүргізгенде, сыртқы тексеру жүргізгенде резервуардың әрбір бөлшектері дәнекерленеді деп айттық қой. Сол дәнекерлену тігістерін, шала дәнекерленген жерлерді, жарықтар болса, ойық жерлер болса, немесе тігістер бір қалыпты емес болса, күйік жерлер, ойық жерлері болса, онда резервуарды толықтай тексеріп, ол шараларды жою қызметін. Резервуардың әрбір болат корпустары бір-біріне дәнекерленіп салынады. Сол дәнекерленген тігістердің жарығын, ойық жоқталығын тексеру үшін керосинмен тексеріледі. Яғни ол үшін суретте көріп тұрғандарыңыздай резервуардың әрбір тігістеріне борлы ерітінді жағылады және ол кепкеннен кейін оның ішкі жағынан керосин шашылады. Сосын оны 2-3 сағатқа қалдырамыз. Ол 2-3 сағат өткеннен кейін қай жерде дефектісі бар, сол жерде мұнайлы заттар пайда болады және ол орын белгіленіп, сол орындағы дефектілерді жоймайлықтай әкеледі. Қай жерінде тесік жарық машиналар, сол келесі ретіне қойылған. Біз енді резервуардың қабырғасын қалай сынау керек екенін таныстық. Енді ары қарай резервуардың түбін сынауымыз керек. Жаңа айтқандай қабырғасын, түбін және оның шатырын сынақтан өткіземіз. Резервуардың түбін сынақтан өткізу үшін арнайы құрылғы вакуумды камера қолданылады. Бұл да тігістің тығыздығын өлшеу үшін арнайы сабын ерітіндісі, яғни мыльный раствормен өлшейміз. Тексеру процесі келесі этаптан жүреді. Бірінші тігіске, яғни шовқа, сваркіленген шовқа бірінші сабын ерітіндісін жағып аламыз. Одан кейін оның үстіне вакуумды камераны орнатамыз. Одан кейін компрессорды қосамыз да жаңағы вакуумды 1 минуттай тігістің үстінде ұстап тұрамыз. Егер ол жерде дефект бар жерде сабын көпіршіктері пайда болса, ол жерде бір ақау бар екені сезіледі және ол жердің дефектісін После сборки резервуара проводится гидроиспытание. Резервуар наполняется водой до проектной отметки и через 24 часа проверяется на наличие признаков нарушения герметичности. По завершению испытаний производится слив воды и очистка резервуара. Алдарыңызда плакат берілген, әр плакатта резервуардың сызбасы көрсетілген. 3 топқа бөліп, мысалы сіздер резервуарды жөндеу жұмыстары қандай түрде өтеді, сіздер резервуарды тазалау жұмыстары қалай бөлінеді және сіздер резервуарды сынау жұмыстары қандай түрдеге бөлінеді, соларды жіктеп жазып, топпен шығып, ортаға шығып қорғайсыздар. Біздің топқа берілген тапсырма бұл резервуарды сынау. Яғни резервуар корпусын дәнекерлеу тігістерін тұрады, жалпы керосинмен тексеріледі. Ол үшін сыртынан барлық тігістер борлы ерітінді жағылады. Ал бізде бұл резервуарды сынау, резервуардың шатырын сынау, сабын ерітіндісінен сынау, резервуардың түбі, резервуардың қабырғасын сынау, борлы ерітіндіні сыртқы бетіне жағып, ішіне керосин жағу керек. Және де гидравликалық сынау су толтыру арқылы жүзеге асырып резервуарды тазалау. Резервуарды тазалау алдында резервуарды мұнайдан толық босатылу керек. Және де мына қандай арнайы тазартқыш құрылғымен жуу машиналары элементпен қолданылады.
Yani onun içinde öldürmeyen adamın arkadaşı. Резервуарды жөндеу. Резервуар жөндеу негізінен үш түрге бөлінеді. Олар сыртқа қарау, кезекті және күнделікті. Сыртқа қарау резервуарды төбесінен қабырғасының техникалық күйін тексереді және 6 айда кем дегенде бір рет жүргізіледі. Коррозиялық жабдықтарды ескертеді. Bir batırma, internet желісінен ROS 5000 деген резервуарды техникалық сипаттамасы тоқтайласып береді. Яғни биіктігі, қабырғасының түбінің қалыңдығы қандай, сол туралы толықтай техникалық сипаттамасы